Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз сіздермен ең күшті тақырыпты сөйлесеміз. Давно уже YouTube каналымда болған жоқпын, сондықтан подписация етіп, лайк басуды ұмытып кетпеңіз. Ендеше бүгін сіздермен бірге біз әрдайымғы саршағыштық, әрдайым болатын біздегі әлсіздік, бастың айналуы, жатып қалуы, денеміздегі ауырлықты сезіну, қаншама гормондардан көру, зоптан көру, не за что іштің қатуы да, элементарно сіздің мына тісіңіздің сарғаюы. Бұл нәрселерден қалай құтыламыз, қалай құтылуға болады вообще. Осы туралы сөйлесетін боламыз иншаллах. Сіздермен бірге гинеколог, эндокринолог және нутрициолог Қошанова Гүлнұр Сейтжаппарқызы. Біздің парақша Инстаграм доктор Сейтжаппарқызы, тіркеліп кетсеңіздер болады. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, пожалуйста, комментарийға жазыңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Элементарный нәрсе. Мына жерден уведомление қосып қойыңыздар. Себебі кез келген сұрақтарыңызға жауапты және де бірінші менің YouTube каналымда сіз көруге тиіссіз. Ендеше бізде ағзада кез келген нәрсе кәдімгі ағаш сияқты. Ағаш тұрады, өседі, жапырақтарын жібереді, қайтадан құлайды. Қайтадан новыйдан өседі, қурайды, қайтадан қалпына келеді. Дәл сол сияқты біздің ағзамызда өседі, өскеннен кейін гүлдейді, гүлдегеннен кейін өзінің ұрығын береді, ары қарай сол ұрықтар өсіп біткеннен кейін ол солып қайтадан новый ұрық пайда болып отыру керек, яғни өлік клеткалар, жас клеткалар қартаяды, қартайғандар өледі, оның орнына жас клеткалар пайда болып отырады. Әрдайым біздің көзімізге көрінбейтін дүние осыдан зат алмасып отырады. Ал енді сіз оны қалай бақылайсыз, қалай жұмыс жасатасыз? Кейбір адамдарда сол жас клеткалары ұйықтап қалады да, керісінше кәрі клеткалар көбейіп кетеді. Неге? Себебі ол адам дұрыс тамақтанбайды. Сіздегі элементарный нәрсе бірінші орында ауызға не бар, сол нәрсені тыға беру. Уақыт жоқ. Немереден қап кеткен нәрсе бар, балаңнан қап кеткен нәрсе бар, обал болмасын деген нәрсе бар да. Сол дүниелердің кесірінен бізде көбіне осылайынан. Екінші нәрсе, сіз өзіңіздің ағзаңызға керекті мөлшерде су ішпейсіз. Сіз тек асқазанда ғана сумен қамтамасыз етесіз да, ал басқа бөлек ағзаларды суға толтырмайсыз. Осы біздің жер ғаламторды алатын болсақ, бізде қанша 70% жоғары су болатын болса, біздің ағзада 70% су жоғары, біз суды құрап тұру керек. Біз сол суды толығымен бермейміз. Элементарны жалпы қан анализін тапсырып, сол жерде гематокриттің көрсеткішіне қарасаңыз, егер сізде анемия болмаса, нормада 36 болу керек. Сол сізде одан жоғары болатын болса, 44, 48, біреулерде вообще 40, 38 уже сіздің ағзаға су жетіспейді деген сөз. Ал егер сізде анемия бар, бірақ сізде гематокрит 32-30 көрсетеді. Неге? Ол жалған. Не себептен? Себебі ол одан да төмен, просто застоймен бірге анемияңыздың кесірінен кішкене төмен көрсетіп тұр деген сөз. Ол кезде не істейсіз? Тромбоциттердің мөлшерімен салыстырып отырасыз. Көрдіңіз бе? Осындай элементарный анализді талдау арқылы сіз өзіңіздің денсаулығыңызбен таныса бастайсыз. Зато эконом деньги. Сіз жалпы қан анализін тапсырасыз, небәрі 1200-1500 теңге тұратын, ал сіз қалтаңызға сақтап қаласыз кем дегенде 8-10 мың теңгені. Себебі бөлексіз витамин Б-ға тапсырмайсыз, бұның бүкіл комплекс түріне, фолияға, бойнекке тексермейсіз, Д3-ға тексермейсіз да, и осылайынан элементарно железаға тексерудің қажеті болмайды. Сол жалпы қан анализін талдау арқылы мықты түрде информация өзіңіз туралы біліп аласыз. Не только өзіңіз туралы. Қазіргі аналар қандай болу керек? Өте білімді болу керек. Сіз балаңыз туралы да бәрін білетін боласыз. Сонда сіз анаған алданып қалдым, ана доктор үйтіп айтты, мына маған дым деген жоқ, білмеймін, доктор неге оны білмейді деген нәрсе болмайды. Себебі әрбір ана үйінде дәрігер болу керек. Жалпы дәрігер болу керек. Элементарный нәрсені сіз білу керексіз. Мейлі соны емдеп толыққандай бәрін керемет ете алмасаңыз да, бірақ алғашқы симптомдарын сіз біліп, сол арқылы талдауды үйрене білуіңіз керек. Немесе сондай бір мүмкін өзінің маманы емес адамға тап болуыңыз мүмкін. Ізденбеген адам көп нәрсені істейді, артта қалып отырады. Сол үшін өзіңіздің балаларыңыздың денсаулығы үшін сіз ең құрғанда осы нәрсені білуіңіз керек. Ендеше, ал мына тістің сарғаюы, бізде мына нәрсе. Тіс бұл сүйек, знаешь, ол құралған тек қана кальций и Д3-дан. Біз ішеміз только кальций и Д3. Извините меня. А қалған нәрселер ше? Олар бүйтіп кеп атады, мен айтпақшы витамин С екен ғой. Маған түс керек емес, қайдан артқа кетіп қалама сонда, маған түс керек емес деген сияқты нәрсемен. Жоқ, ондай нәрсе болмайды. Себебі сіздің ағзаңыз барлығы топ витаминнен құралған. Мына тістің өзіне ең көп мөлшерде не керек? Сіздің Д3 мен ішіп жүрген кальцийіңізден бөлек витамин С ең бірінші орында керек. Когда сізде витамин С жеткілікті, мынау сарғаймайды.
тісіңіз сарғаймайды. Қойды қанша нәрсе ішсеңіз де жесеңіз де. Екіншіден, бұл тісіңіздің арасында тастардың жиналуы азая түседі. Дұрыс, сіз тамақтануыңыз бар. Сіз дұрыс тамақтанбайсыз, абсолютно ол да күнде қуырылған тамақ жейсіз, фастфуд жейсіз, энергетиктер ішесіз да. Одан бөлек сіз етті опырасыз да. Но все равно бұл жерде қатаю керек дүние, ол сарғаю нәрсесін бермеу керек. Сүйек ол аппақ күйінде қалу керек. Оның күтімін жасай білуіңіз керек. Тоже бетіңіз сіздің асқазаныңыздың көрінісін айтып береді. Сонымен қатар жатырдың көрінісін айтып береді. Қандай? Мысалы, сіздің бетіңіздегі нәрселер, кез келген угры шықсын да, ол угрыдың өзіне қарайсыз. Ауыратын түрі ме, ауырмайтын түрі ме? Ауыратын болса, значит, прогестерон, болмаса жай ғана эстрадиол болуы мүмкін деген сияқты. Нақты өзінің маманына қарай жұмыс жасауыңыз керек. Ал сіз топырлатып тұрып, неше түрлі маскаларды қолданып жатсыз, но ешқандай көмектеспей жатыр. Ал бұл үшін не істеу керек? Ерінбей анализ тапсыру керек. Анализ тапсырар алдын кемінде бір ай диета ұстап көру керек. Міне. Ал екінші нәрсе, тағы да бір нәрсе сіздерге. Мынау тұншығу, ауа жетпеу, жүрегіміз тарсылдау, мына жерден как будто біреу қысып тұрған сияқты болу, слабость, жата бересіз, басыңыз көтересіз, 10 минут жүресіз, қайтадан как будто біреудің басын арқалап жүрген сияқты да. Бұндай дүниелерде сіз не істейсіз? Бізде не бар? Элементарный витамин, не витамин, а гормональный препарат. Эутироксин, селдероксин. Жаппай зопқа соны ішесіздер. А есть эффект. Бар ма сізде бір эффект? Сіз күшті болып кеттіңіз ба? Білмеймін, бір жыл іштіңіз, 5 жыл іштіңіз, ничего кетіп қалмадыңыз оғыңыз? Жоқ. Ешқайда кеткен жоқ, сол күйі тұр. Неге? Потому что сіз просто сол жердегі клиникалық көріністі бастыңыз и все. Сіз емдеген жоқсыз. Гормон қай уақытта бұзылады? Когда уже сізде витамин тапшы болған кезде. А витамин қай уақытта бұзылады? Когда уже сізде застой болған кезде. Застой деген не? Өзінің кетіп барған жолында, нәжіп фундамент тұрып қалады да, ол бітіп, айналып барам дегенше, ол мөлшері жетпей қалады деген сөз. Сөйтіп, жиналып қалып кетеді. Вот это застой сізде бірінші орында кетпейінше, яғни лимфа жолдарыңыз толыққанда ашылмайынша, застойларыңыз әдемі болмайынша, ағзаны обезвоживаниеден кетірмейінше, сіздің витамин ішуіңізде, гормональный препарат ішуіңізде, элементарно воспаленияға ем қабылдауыңызда бесполезно. Потому что сіз ол нәрсені тура 3 айдан кейін қайтадан аласыз. Сосын айтасыз, білмеймін, емделем, қайттан басталады. Емделем, 2 айдан кейін қайттан басталады деген нәрсе пайда болады. Сондықтан сіз оның симптомын ғана емдеуді тоқтатыңыз. А конкретно оның причинасын емдеуге кірісіңіз. Негізгі себебін анықтау арқылы сіз оны мүлдем жоқ қылып жіберуіңізге болады. Сол себептен витаминдерді ішуді дұрыстау керек. Қазір бізде бренд, хит, тренд болып кеткен нәрселер бар. Қандай? Жаппай витамин ішу, неше түрлі фирманы да, Карл, Крабер, бәле, Айхер, тағы да не бар, білмеймін, мен білмейтін қаншамалар сіздер білесіздер. Ол реклама маркетингті ұйып тұрып беріп жатыр сізге. А неужели аптека нашарда сол баттар күшті? А если действительно сол баттар күшті болатын болса, неге онда бәрін аптекаға қойып қоймайды? Халықты ауыртып қайтеміз. Адам саны көбейте алмай тұрған кезде да. Поэтому бұндай нәрсе болмайды. Бәрі бір дүние, бір нәрседен шығатын нәрсе, просто кім маркетингті қалай қолданады соған да байланысты. Хотя ол дозировкасына да байланысты. Дұрыс, БАДыларда кішкене дозировка көп болуы мүмкін, а наоборот, иногда аз болуы да мүмкін. Сондықтан сіздің таңдаған түріңізге де байланысты болады. Міне. Ендеше сол витаминдер бір-біріне сіңетін, сіңбейтін түрі болады. Мысалы, железа кальциймен никогда сіңбейді. Екінші, селен мен цинк бірге сіңбейді. Элементарный витамин B9 мен B12 бірге сіңбейді. Хотя баяғыда бізде бір күн чередовать етіп салатын болған. Ол Российский Федерация, баяғы заманда. Қазір бәрін бірге береді. Олар сіңіп жатыр ма? Жоқ. Бәрін бір жерге тығып атсыздар да. И тұрастарда сіздер жаңағыдай пайдасы барында жоғында көрмейсіздер да. Мысалы, күніге мен D3 ішіп жатырмын ғой, уже мен қанша жыл әлі көтерілген жоқ. Қалай ол көтеріледі? Егер сіз застойыңыз кетпесе, D3-ді сіңдіретін, оның жанында омегасы болмаса, D3-ді сіңдіретін, оның жанында қосымша витаминдерін сіз талап еткен нәрселер ішпесеңіз, D3 жалғыз өзі сіңбейді сізде, хоть нешеме жылдар ішсеңіз де. Сондықтан бұлардың топтамасын табу керек, жақсыларын анықтау керек, соған байланысты ішуіңіз керек. Дәл солай балаға да беру керексіз. Передозировка болуы мүмкін кез келген дүниеде. Артық доза сізге артық застой, артық мусор. Туалеттің соры артық ақша. А конкретно өзіңіздің дозаңызды анықтау намного сізге эффективно болатын дүние. Ендеше, қандай сұрақтар қалып кетті, не істеу керек, қалай жұмыс жасаймыз десеңіздер, мен сіздерді өзімнің инстаграм парақшам доктор Сейт Жаппаровнада күтетін боламын. Сіздермен бірге болған доктор Сейт Жаппаровна.